Қайырлы күн достар. Қазір біз Сәбит мырзамен кездесіп жатырмын. Сәбит мырза бізде екінші ай болды, иә? Уже жұмыс істеп жатыр. Ассалаумалейкум. Сәбит мырзаның мықты жағы это автоматизация бизнес-процессов в плане финансов қой. Міне мынандай дашбордтармен, мына енді көрсетіп отырған бұл ол кісінің презентациясы. Біздің компанияның отчетын мен сіздерге көрсете алмаймын, бірақ примерно осындай дашбордтар аласыздар. Міне қандай доход, қандай расход, қандай рентабельность. Сәбит мырза, айтып жүресіз ба? Мұндай отчеттар қандай компанияларға керек, қандай мамандарға керек? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мына сіздерді бүкіл кәсіпорындарға, кәсіпкерлерге өте маңызды кесте болып табылады. Бұл бірінші бизнес иелеріне керек, қаржы директорлеріне керек, және де бас бухгалтерлерге керек. Әр маман өзінің тиісті саласын көріп отырады. Қаржы директор бас бухгалтердің жұмысын қадағалай алады. Ал егерде бизнес иесі болса, онда нақты қанша табыс тапқанын, және де ол табыстардың қай жерін, табыстарын қай жерде жоғалтқанын, және қалай табысты ұлғайтуға өте үлкен бір құрал болып есептеледі. В общем, негізі бізде айтатын еді ғой, есеп білмесең есек боласың деп. Сол сияқты мына жерде есебін білмесең жұмысыңның, в общем, жұмысыңның түбінде есек боласың. Сол себепті әр кәсіпкер өзінің жасап жатқан жұмысының саласының есебін білу керек. Сонда ғана сен алдыға жылжи аласың. Қайда тұрғаныңды білмесең, қайда барарыңды қайдан білесің? Іске сәт. Сәбит мырзаның контактысын инстаграмын белгілеп кетем. Керек етсеңіздер, хабарласыңыздар. Ол кісі сіздерге жеке сұхбатын береді.